Ауыл партиясының облыстардағы сайлауалды үгіт-насихат жұмыстары жалғасып жатыр. Кандидаттар Ұлытау облысында сайлаушылармен кездесіп, саяси ұйымның тұғырнамасын түсіндірді. Жиынға қоғам қайраткерлері, мәдениет өкілдері мен ақсақалдар қатысты. Ауылдарда қызмет көрсету сапасын қала деңгейіне көтеру амалдары талқыланды. Ал Павлодар облысындағы жұмыс тобы локомотив жөндеу зауытына барып жұмысшылармен әңгімелесті. Жастарды еңбекке баулу шарттары жөнінде сөз болды. Кәсіпорындағы еңбек жағдайымен танысып, сайлауға қатысудың маңыздылығы туралы айтылды. Делегация өкілдері ертең Қызылорда қаласындағы шараға қатыспақ. Ұжымда 180 адам қарамағында жұмыс істейді біздің мекемеде. Біздің мекеменің енді қазіргі болып жатқан саяси науқан депутаттар сайлауы болады. Сайлауына 19-на біз қатысамыз. Қатыса отырып өз таңдауымызды жасаймыз. Әр партияға тек жасағанда біздің парламент мінбесінде қабылданатын заңдар халыққа жұмыс істейді деп сенеміз. Сол үшін біз сайлауға барамыз.